Онда неге жұрттың бәрі байып шаштараз мамандығы болып кетпейді? Шаштараз мамандарын ойбай өте көп, ана оқып жатыр, мына оқып жатыр. Стереотипті бұзғанның арқасында қазір Аллаға шүкір деймін, керемет нәтижелермен келе жатырмын. Адамдар неге бұл жетістікке жетпейді? Олардың жағдайына мен қашан түсем, қай уақытта келем? Араға 20 жыл салып, мүмкін бір жетістікке жетерсің деген бір қиналу процесі. Сен өмір қызығырақ бола бастайды. Жалқаулығыңыз сіздің ол жауыңыз. Айына кем дегенде 600 000 теңге сіз ойланбай таба аласыз деген сөз. Бәріңізге сәлем. Бұл тегін сабағыма қош келдіңіздер дегім келеді. Негізінде видео түсіру жайлы емес, бұл сізге өте пайдалы болатынына сенімдімін. Бұл сабақтан тура отырған кезде мен тура жүрекпен айтқым келеді. Сіздер отырып бір қағаз алып, блокнот алып, өздеріңізге керек жерін, пайдалы жерін түртіп көріңізші. Сіздер мені бұл сабақта мені басқа қырынан танитын боласыздар. Енді мынандай сұрақ болуы мүмкін. Айына 600, 700, 800 миллион мың теңге, 1 миллион теңге тауып жатқан мамандарды көрдік дейсіз. Хорошо. Онда неге жұрттың бәрі байып шаштараз мамандығы болып кетпейді? Деген сұрақ болуы мүмкін сізде. Автоматом возражениелер береді. Ми өз-өзін ақтап алғысы келеді. Сол туралы өзімнің кішігірім оқиғаларым мен әңгімелеріммен бөліскім келіп отыр. Сіздің көзіңізге шаштараз мамандарын ойбай өте көп деуі мүмкін. Қазақстанда 1,5 миллион орта және кіші бизнес бар. Сіздің көзіңізге 200-300 шаштараз мамандығы көрінуі мүмкін. Ол прямо көп болып көрінгенмен де, бұл рынокта адам өте көп. Мен не істеймін бұл курсты оқып деуіңіз мүмкін. Қазақстанда 1,5 миллион, Қазақстанда 1,5 миллион бизнес бар, 200-300 дегеніміз ол какой-то 1,5% ғана қамтамасыз етіледі. Енді қайтадан оралайық. Сізде мынандай ой туындауы мүмкін. Ана оқып жатыр, мына оқып жатыр. Неге онда жұрттың бәрі соны істеп кетпей ма? Деген сияқты. Значит, бір қулығы бар деп ойлауыңыз мүмкін. Сіз сияқты барлық адамдар сөйтіп ойласа, тек қана оның арасынан ерік күші жігерін қолына алып, осы курсты оқып, курсқа жазылған адамдар нәтиже шығарып жатыр. Мен айтайын, сіздің ақшаңызды, дүниеңізді, даже бизнесіңізді біреу тартып алуы мүмкін. Бірақ сіздің миыңыздағы навыгыңызды, біліміңізді, қолыңыздан келетін өнеріңізді ешкім тартып ала алмайды ғой. Қалыптасып қалған бізде миымызда стереотип бар. Сол стереотипті бұзғанның арқасында қазір Аллаға шүкір деймін, керемет нәтижелермен келе жатырмын. 500 000, 600 000 теңге тауып жатқан шаштараздардың ең басты фишкасы не білесіз ба? Олар өздерінің өмірлерін қолдарына алып, ешқандай жертва состояниесіне түспей жұмыс істейді. Адамдар неге бұл жетістікке жетпейді деген сұраққа жауап берейін. Біріншісі ол жалқаулық. Қош, мен оны істегім келмейді. Курсты оқып алып, соны жүрем ба оқып деген сияқты. Қысқасы ол жақсырақ айтқанда жақсы өмір сүргім келмейді деген мағынаны білдіреді. Екіншісі ол біреумен өзін салыстыру. Мысалы, сіз тұрасыз да, ана жақта адамдар 800 000 теңге тауып жатыр. Олардың жағдайына мен қашан түсем, қай уақытта келем, қай уақытта жетем, аналар менен озып кетті деген сияқты өзіңді басқа біреумен салыстыру. Әр адамның өзінің бір жолы бар. Алла тағаланың берген ризық несібесі бар. Сол берген ризығын, несібесін алу жолында бір іс әрекет жасап бастау керек. Өзіңді басқа біреумен салыстырудың қажеті жоқ. Ол менің де жіберген қателіктерімнің бірі. Бұрын өзімді басқалармен көп салыстыратынмын. Хотя қарасам, оның жолы, өмірі мүлдем басқа. Сенің өмірің мүлдем басқа. Бір адамдар 34-39 жасы аралығында белгілі бір компанияның президенті болып жатады. Ал енді белгілі бір адамдар 56-60 жасында келуі мүмкін. Бұл қысқа мерзім аралығында. Ешкіммен салыстыруға болмайды. Ана уже істеп жатыр, рынок толып кетті, жоқ, сіз қазір бастау керексіз. Үшіншісі, бастаған ісін соңына дейін жеткізбеу. Жаманы не білесіз ба? Ол бастаған кезде сәтсіз болады, екінші рет жасағанда сәтсіз болады, үшінші рет мүлдем жасамай кетеді. Екіншісі не? Біріншісінде сәтті болады, екіншісінде сәтті болады, үшіншісінде сәтсіз болған кезде
ой менікі емес, мен уақыттың бәрін жоғалттым деп айтуы мүмкін. Жалқаулықты салыстыру дегеніміз ойын жеткізбеу, нәтижесі оның артында тағы бір себебі бар ғой. Соңына дейін отырып, наушникпен тыңдап, тыныш жерде отырып, бір душевный әңгіме болсын, ары қарай тереңірек кірейік. Ол жерде не бар? Оның себебі біздің миымызға кішкентай кезімізде сыйдырып тастаған, құйып тастаған, сен жетістікке жету үшін, көп ақша табу үшін 5 жыл оқуың керексің, мектеп бітіру керексің, қызыл дипломға, қызыл аттестатқа бітіру керексің, содан соң алтын белгіге бітіру керексің, одан соң барып университетке грантқа түсу керексің міндетті түрде деген стереотиптер қалыптасқан. Бір жерге жұмысқа айлыққа тұрасың, ол жерде отырасың, араға 20 жыл салып, мүмкін бір жетістікке жетерсің деген бір қиналу процесі. Сен көп ақша табу үшін, жақсы өмір сүру үшін қиналу керексің деген ойды маған басыма құйып тастаған. Бірақ шын мәнінде олай емес. Не болмаса адамдар өзіне жертва, жәбірленушінің рөлін алып аламыз. Кәдімгідей здоровый качок бір еркек болуы мүмкін, өз-өзіне сенімді бір қыз болуы мүмкін. Бірақ ішкі сезімдері өз-өзін ақтап алып тұрады. Яғни біздің миымызда сол ақтап алады. Ой, бүгін мемлекеттен безработный болып жатыр. Мен қалай? Ой, и так конкуренция көп ол жақта, шаштараз мамандығында. Мен не істеймін ол жерде? Ол жерде деп өзін-өзі ақтап алуы мүмкін. Жүрем ба сол шаштараз мамандығы, ол үстім бәрі шаш болып, бұл үстіме краска жағып деген сияқты достарым маған прикол ұстайды. Или болмаса әке шешем сол нан бола ма саған деген сияқты ұрсады. Не болмаса мен өзім сондай семьяда өстім, дүниеге келдім. Мен осы бәленше сияқты ортада жүрген жоқпын ғой. Оларға повезло, мүмкін сен ондай емессің, ондай емес шығарсың, бірақ менің құрбым бар, солай жата берсе де болады, жәбірленуші болып. Ал сіздің ми ақтайтын аргументтердің бірі айтып береді, немесе жолы бар. Әйтеуір бір нәрседен бастап кету керек. Дәл сондай менде де кезінде бастап кеттім. Тұрдымда болды, мен шаш қиямын дедім де шаш қиып бастап кеттім. Осыдан 10 жыл болды, бәрі маған 10 жыл бұрын маған күлген сияқты. Сенде ондай шықпайды, қолынан келмейді деген сияқты. Бірақ мен бастап кеттім ғой. Қаншама адамдардың өмірін өзгертуге Аллаға шүкір себепші болып жатырмын. Сен жата берсең болады, немесе бір нәрседен бастап кетуің керек. Бұл сабақта менің не айтқым келіп тұр? Бір нәрсені бастаудан қорықпаңыздар. Ең қорқыныштысы 30-40 жыл өміріңді бір жерге арнап, қол астында 30-40 жыл бойы біреудің жұмыс істеп, соңында ешкімге керексіз болып қалудан осы қорқыныш нәрседен қатты қорқыңыздар. Қазіргі сәтте өмір сүру сапасы жақсарды ғой. Соның бір құпиясын айтып кетейін. Ой, мен бұны білем, ана теманы білем, оны бүйте салсаң, солай болады. Бүйте салсаң, солай болады деу ол бекер. Егер іс-әрекетке көшпесеңіз, сіздің өміріңізде ештеңе өзгермейді. Өзіңіз өзгертіп бастамасаңыз, өзіңізді қолға алмасаңыз, ештеңе өзгермейді. Ол прям факт. Мен бұрын солай ойлайтынмын. Алла тағалам форчикадан бере салады ғой, берем десе, бір волшебный палочка бар, біреу келіп мені миллиардер қылып тастайды ғой, миллиардер қылып жібереді деп. Главное сену Алладан, күтіп жата беру. Ал одан өзгермейді. Балықшының бір әңгімесі жайлы білесіз ғой. Бір күні бір балықшы болады. Сол балықшы қайығымен балық аулауға теңізге келеді. Бір кезде қайығы тасқа соғылып, қайығы жарылып, сол теңізде қалып қояды. Сөйтіп тілейді екен Алладан. О Құдайым, сен мені құтқар. В общем, қысқасы, саған сендім дейді екен. Бір кезде ол теңізге кішкентай қайығымен тағы бір балықшы келеді. Келеді де айтады, жүр мен сені жағаға шығарайын деп. Сол кезде әлгі балықшы айтады екен, жоқ, мен сенің қажетің жоқ, мен Алла мені өзі құтқарады, мен тіледім содан деп, Құдай құтқарады, мен оған сендім ғой Аллаға дейді екен. Бір кішігірім, одан кейін екінші рет келеді, бір яхта келеді. Ол яхташы да айтады, жүр жағаға мен сені шығарайын.
әлгі бірінші балықшы сияқты жауап айтады оғанда. Мен Құдайға сенемін, ол өзі құтқарады. Сендердің қажеттерің жоқ дейді екен. Содан үшінші рет үлкен Титаник сияқты бір паром келеді екен. Қысқасы ол сол жауапты қайтарады екен. Құдай мені өзі құтқарады, сендер қажет емессіңдер деп. Сөйтіп жаңа балықшы суға батып өледі. Сонда Құдайдың алдына барған кезде айтады екен жаңа балықшы: мен сенен көп тіледім ғой, сен неге мені құтқармадың деп. Сонда Алла тағалам айтады екен: мен бірінші балықшыны жібердім ғой, бірінші қайықпен жібердім ғой, сонда сен Құдай құтқарады дедің. Екінші рет яқта жібердім ғой, онда да солай құтқарады деді. Үшінші рет үлкен Титаник сияқты паром жібердім ғой. Сол кезде қайда қалдың деген екен. Мен сіздерді бір құтқарушы рөлінде көрсеткім келіп тұрған жоқ, бірақ Құдай бізге мүмкіндік берді ғой. Бірақ әрекет сізден болу керек. Бір нәрседен бастау үшін өміріңіздің режиссері өзіңіз болу керексіз. Яғни ауыртпашылығын өзіңіз алуыңыз керексіз. Өміріңіздің режиссері, авторы өзіңіз болу, ешкім болу керек емес, өзіңіз болу керексіз. Өмірімдегі оқиға туралы айтайын. Өзім қалаған оқуды оқыдым. Сол қалауымды жүзеге асырып, ал біреулер болуы мүмкін. А так получилось, әке-шешем осындай мамандық иесі боласың деді. Осы мамандықта мен қалдым. Жасап жүрмін. Ұнаса да, ұнамаса да деуім мүмкін. Бірақ адам кез келген уақытта өз өмірін қолына ала алады ғой. Кез келген уақытта шаштараз мамандығы бола алады. Мейлі 40 жас болсын, мейлі 50 жас болсын. Сен де, мен де, Билл Гейтс те бәріміз жасаған іс қой. Қарапайым семьяда өскен бәрімізде старт бір. Тек біреу жылай береді, біреу өз-өзінің өмірін қолына алып, шешім қабылдайды да, осы уақытта барлығы өзгере бастайды. Өмір қызығырақ бола бастайды. Өйткені әр шаштараз біреу шетелде барады, біреуі Дубайға барады, біреу өзінің қалаған умрасына барады. Яғни біз шаштараздардың өмірі әртүрлі, бір-біріне ұқсамайтын. Мысалға, черный будни деген зат жоқ. Менен сұрайды, сториста қарасам: тоқтамайсың, статуста жүресің, әйтеуір бір жерлерде жүресің қыдырып деп. Қалай шаршамайсың деп. Мен айтайын, ол мен жұмыс істеп жүрген жоқпын, өз-өзіме ұнайтын нәрсемен айналысып жүредім деп айтар едім. Өмірімнің әр күні қызықты болып өтіп жатыр. Принцип маған ұнайды. Ал менің жанымда жүрген командамда айтады: адам өз-өзіне байланысты деп. Өйткені шынымен де ол сенің өз-өзіңе байланысты. Либо қимылдамай жата бересің, либо бастайсың. Одан кейін көп адамның жіберетін қателігі: біз сұрай береміз жұмыс берушіден, келесітерде маған қанша төлейсің, сонда мынандай бересіз ба, мені шетелге жібересіз ба деп. Ол адамдар қорқады. Бірінші беру керек. Мысалы, бір дүкенге барасыз, 500 теңге шоколад аласыз, ол сізге бір дүкенші сізге 500 теңге бір шоколад береді, 500 теңге береді. Екінші жолы бар, 500 теңге бересіз, жарты шоколад береді. Яғни толықтай айтқан затын істемейді деген сөз. Сізде недовольный боласыз. Ал үшіншісі бар, дүкенші сізге 500 теңге бересіз, ол сізге 2 шоколад береді. Ол не дегеніміз? Ол сізге ұнаған жеріңізге қайтып айналып келе бересіз деген сөз. Ол кісі риза болғандықтан. Не болмаса тегін берген жағдайда, яғни бір-бірінде қасында біреусіне айтады ғой, яғни бұл жақсы маман деп. Сол кезде сарафанный радио бір-бірімен естіп клиент жинайсыз. Мен басында солай тегін жасап, я вам дарю деп бесплатно қиып берген күндерімде болған. Клиент сол кезде сізді өзі іздеп келеді, жақындарына айта бастайды: мына жерде прямо күшті шаш сәндейтін адам бар, сол жерге баршы деп прямо жарнамалайды, теп-тегін. Ең болмағанда сол басында бер, содан соң клиент сені міндетті түрде іздеп келеді осы жерге. Күшті шаш қиятын салон бар деп. Шаштараз клиент табатын кезде еңбек ету керек, бір нәрседен бастап кету керек. Тағы бір теңе айтайын, сіздің жалқаулығыңыз сіздің ол жауыңыз. Бірінші нөмірде. Сіздің жауыңыз ол жата берсең ой сасиды. Ой, мен ананы білем ғой, мынаны білем ғой
бірақ жұмыс істемейді. Бірақ бәрін біледі. Мысалға, миымызды бір мотор деп алайық. Мотор бір орында тұра берсе, от алмаса, мүлдем ол істемей қалады ғой. Сол секілді мида напрягать етпесе жұмыс істеу керек. Жұмыс істемесе ол сасиды. Ойлаңызшы, сіздің әр күніңіз әртүрлі өтеді. Bir күн шетелдесің, екінші күні басқа жердесің, өмір қызығырақ бола түседі. Өмір қызық болғаннан кейін ми жұмыс істей бастайды. Шешім қабылдайтын тек сен өзіңсің. Ал біз оған сенің де өміріңді өзгертуге, себепкер болуға дайынбыз. Бірінші, беру керек деген принциптен әлі күнге дейін өмір сүремін. Ол маған әлі күнге дейін көмектеседі. Сол үшін де біз сізге тегін сабақ беріп жатырмыз. Орта есеппен шаштараз маманның услугасы, яғни қызметі, кем дегенде 2000 теңге ерлер шаш үлгісі аламыз. Әйелдер шаш үлгісін 3000 теңгеден аламыз. Кем дегенде ерлер шаш үлгісі жиі келеді. Өйткені неге? Біз әйелдер сияқты ұзақ жүрмейді олар. Кем дегенде 2-3 аптада жиі келеді ерлер. Ал әйелдер шаш үлгісі минимум 1 айда келеді. Енді есептеп қараңыз. Ерлердің шашын кем дегенде 10 адамның шашын аласыз. Ол сізге күніне 20 000 теңге әкеледі. Бұл айына кем дегенде 600 000 теңге сіз ойланбай таба аласыз деген сөз. Мысалға, менен 150 000 теңгеге білім сатып алдыңыз. Bir айда оны максимум шығарып аласыз. Енді мынаған да мән беріңіз. Мысалға, сіздің телефоныңызды немесе ақшаңызды, үйіңізді біреу тартып алды дейді. Ал бірақ басыңыздағы біліміңізді, навыгыңызды ешкім тартып ала алмайды ғой. Ақшаңызды біреу тартып алуы мүмкін, бірақ басыңыздағы білімді ешкім тартып ала алмайды ғой. Ары қарай тіршілігіңді жасап, сол алған білімің арқылы жұмыс жасап, дальше жалғастырып кете аласың. Сол сияқты онлайн білімнің бір ерекшелігі, келіп уақыт бөліп кетіріп жүрмейсің, уақытыңды шығындап. Видео сабақтар арқылы үйренесіз. Каждый детальдарына дейін түсінікті видео арқылы сіз үйренесіз. Бұл жерде шашты 20-30 минутта алуды үйретеміз. Бұл сабақтардан кейін сіз толық пакетті алып оқисыз ба, или сатып алып просто қарап отырасыз ба, просто қарап қойып отырасыз ба. Мен ешкімге тағы да айтамын, ренжімеймін. Біз ары қарай жұмысымызды істеп, өзіміздің осы шаштараз стилист деген үлкен отбасымызбен жұмыс істеуді жалғастыра береміз. Ал егерде сіз шешім қабылдап, болды, мен бұны оқимын десеңіз, онда тағы да бір сізге қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Сіздермен болған Күн Есжан. Жарқын керемет күнде жолыққанша.